Малтақанның айтқандары. Белгілі ақын Тайырдың атасы Жарөктің әкесі Малтақан сөзге шешендігімен, табанда тау айтқыштығымен бүкіл Бөкей атырабына әйгілі би атаныпты. Ол 17 жасында Исатай Махамбет бастаған шаруалар көтерілісіне қатысқан. Өзі сіңірі шыққан кедей болыпты. Оның Жарөк Тайыр ақынның әкесі Сәпек, Қалім, Абош деген балалары жастайынан жалшылықта жүрген. Малтақанның бірсыпыра билік сөздері ел аузында сақталған. Малтақанды сөзбен жеңе алмаған болыс пен байлар кедейлігін бетіне басып ел алдында мұқат қылары келеді. Бір күні олар былай деп кеңеседі: осы Малтақан жұрттың төрінде отырып сөйлегенде ешкімге дес бермейді. Қоңыр тоқтының басы қолының түспейді. Біз үйіліп төгіліп өзінің үйіне баралық. Сіңірі шыққан кедей бізді несімен сыйлар екен, сынап көрелік, деседі. Сол айтқандарын істеп бір күні болыс бастаған топ Малтақанның қараша үйіне сау етіп келе қалады. Олардың ішінде қонақты ылғи қатқан қалашпен сыйлайтындықтан Сараңбай атанған Түсекеді Малтақан баласының еңбегіне алашақ тоқтысын 2 жылдан бері бермей жүрген Жүнісәлі байда болады. Малтақан оларды көңілді қарсы алып, жалғыз биесінің құлынын сойып қонақ етеді. Жас құлынның балбырап піскен уыз еті алдарына келгенде Жүнісбай тұрып: Малтақанның байлығы болмағанмен паңдығы бар-ау, қонағын құлын етімен сыйлауын қараңдаршы, деп мысқылдай сөйлепті. Сонда Малтақан тұрып: сәлем бере келген соң, елдің ылғи еркесі мен серкесі, ақ ниетімді көрсетіп, алдарына тартқаным жалғыз құлынның шекесі. Бұл құлынды соярда бір жерден кемпір күңкілдеді. Қақпыштан құр емес деп сандығым бір жерден бала діңкілдеді. Байдан әкеліп соям деп жалға алатын жандығын, екеуінде дегеніме көндіріп құрмет үшін құлынның құрбан еттім малдығын. Сыйламауым тұзға кепкен қақпышпен болса болар бәлкім менің паңдығым, депті. Сөздің төркінін түсінген Жүнісәлі мен Түсеке ұялғандарынан жерге кіргендей болыпты. Малтақан Бекболаттың Мұқашы деген байдың үйінде отырғанда, сол байдың соғымға жіберген бір түйесі үйелеп өліпті деген хабар келіпті. Оған Мұқаш қатты ренжіп мал басындағы бақташы малайларын түні бойы сырттай балағаттап бітеді. Ертеңмен шай үстінде отырғанда да оның қабағы ашылмайды. Сонда Малтақан оған былай дейді: немене мырза, қабағың ашылмады ғой түннен, өліпті деп естігелі семізінген. Ғұмырма ол ойлан шөзің, азалап мал қазасын сөйтіп сүрген. Бірі өлсе мыңы бар, сенікі ғой ана өрсе қаптап жүрген. Бағатында өсіретінде жалшы, қайсысына сірә сенің терің сіңген. Қой Мұқаш, тағдырдан ажал тура келсе кетерсің түйең түгіл өзің мүрдем, депті. Әншейінде азулы байдың Малтақанға қарсы үні шықпай қалыпты. Малтақан бидің жазы 90-ға келгенде кәрілікпен қосыла жарлықта басып, ел жасшыға жайлауға көшкенде, ол қысқы мекенінде көш алмай қалып қойыпты. Ауылдың жайлаудағы кәриелері оның жай күйін біле келгенде, Малтақан оларға былай депті: бір кездерде бұл Малтақан ел сыйлайтын аға болды. Дұрыстыққа кір жуытпай билік айтар дана болды. Жас 90-ға толғанынан соң таза бойым аза болды. Сыртқа шықсам сырластарым құлазыған мола болды. Үйге кірсем құрдастарым мысықпенен бала болды. Ел көшкенде жұртта қалып есіл көңілім нала болды. Жалғыз сиырды қасқыр жарып, Малтақан малдан ада болды, депті. Келгендер оны жайлауға көшіріп алып, астына ат мінгізіп, алдына мал салып беріпті деседі.